Армысыздар, Данышпан Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойы құтты болсын. Абай атамыздың қара шаңырағы болып келетін Жидебайдағы мұражайға саяхат жасағыңыз келеді ме? Онда менімен бірге болыңыздар. Олар мекеніне айналған Абай еліндегі Данышпан Абай атамыздың мұражайы Семей қаласынан 180 шақырымда орналасқан. Жол бойы тарихқа толы орындар күтіп тұрады. Күшікбай бұлағынан су ішіп, Бөрліде Мұхтар Әуезовтің мұражайымен танысып, Еңлік Кебек кесенесі мен үңгіріне тоқтап тамаша күй кешесіздер. Жидебайда орналасқан қара шаңырақ 1895 жылы Абай атамыздың жобасымен салынған. Ақынның 125 жылдық мерейтойына орай күрделі жөндеу жұмыстар жүргізіліп, мұражай ретінде пайдалануға берілген. Абай атамыздың үйі ас үй, қонақ қарсы алатын, ет сақтайтын бөлмелерден және 2 дәлізден тұрады. Дәліз қабырғасында Абай Құнанбайұлының ата-бабаларының шежіресі және фотоқұжаттар ілінген. Ас үйде күмбез тәрізді ет қазаны бар пеш орналасқан. Үлкенінде ет, кішісінде жеңіл-желпі тағамдар әзірленген. Пештің күмбез тәрізді жағы үйді будан қорғайды. Үй жабдықтары арасында астау қымыз құятын жиынтық бар. Бөлме ыдыс-аяқ қоятын сөрелермен, азық-түлік сақтауға арналған асадау жиһаздармен толыққан. Қонақ бөлменің еденіне сырмақ төселген. Абай атамыз сырмақтың үстінде отырып, қонақтармен әңгіме дүкен құрғанды жақсы көрген екен. Абай атамыз өлең ғана жазып қоймай, әншілікпен де айналысқан. Қабырғада генерал-губернатор сыйлаған мылтық ілуі тұр. Күміс ер-тоқым Абай атамыздың екінші жары әйгерімге сыйға тартқан дүниесі. Жезлеген мен қаз мойын құман анасы Ұлжандікі. Абайды қырқынан шыққанса суға түсірген. Абай атамыздың бізге жеткен құнды мұрасы осы жұмыс бөлмесінде жазылған. Бөлмеде айна, қабырға сағаты, май, шам, кітаптар жиналған сөре бар. Жер үстінде сол кезде ойнаған ойындар. Дойбы, тоғызқұмалақ тастарының сүйектен жасаған түпнұсқалары сақталған. Соңғы ет сақтайтын бөлмеге де жеттік. Абай атамыздың үйіне қонақтар көп келгендіктен аптасына 5-6 бас мал сойылып, етті осында сақтаған. Бақанға етті іліп, астына от жағып ыстаған деседі. Бөлме ішінде әлі күнге дейін ерекше иіс бар және бөлменің қабырғалары тастан қаланған. Баршаңыз олар мекеніне виртуалды саяхат жасап, көп мағлұмат алдыңыздар деп ойлаймын.